пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір күні минбарға көтеріліп бара жатты да әмин деп айтты дейді. Тағы да көтеріліп бара жатты, әмин деп айтты дейді. Тағы да көтерілді де әмин деп айтты дейді. Сонда Муаз ибн Жабал радиаллаху анху, я Расулалла, бұның сыры неде деп айтады дейді. Не себепті әмин әмин деп жатсыз? Деген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, маған Жибрил алейхиссалам келді дейді. Кімде кім, ей Мұхаммед, сенің үмметіңнен Рамазан айы кіріп тұрып, күнәлары кешірілмей шығатын болса, оған қандай өкініш болсын деп айтты дейді. Неткен оған өкініш деп айтады дейді. Сол кезде мен әмин деп айттым дейді. Көрдіңіздер ме? Рамазан келіп тұрып, тәубе қылмай, қалай болса солай оразаны ұстаған кісілердің Рамазаны ол өкінішке толы Рамазан болады дейді. Екінші дейді, ата-анасы қолында қартайып дейді, жәннатқа кіре алмаған кісіге өкініш болсын деп айтты дейді. Сонда мен әмин деп айттым дейді. Ата-анасының тірі тұрған күнінде разылығын алмаған пендеге өкініш болсын деп айтты дейді. Жабрил алейхиссалам. Сонда мен әмин деп айттым дейді. Үшіншісі әмин дегенім дейді, саған сенің атың аталып салауат айтпаған кісіге өкініш болсын деп айтты дейді. Сонда мен әмин деп айттым дейді. Көрдіңіздер ма? Әшейін нәрсе емес. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның аты естілген кезде, аталған кезде, оған міндетті түрде саллаллаху алейхи вассалам деп айтуымыз керек. Ғалымдарымыз айтады, мұсылманның өмірінде бір рет саллаллаху алейхи вассалам деп айтуы парыз деп айтқан екен. Тым болмаса өмірде бір рет айтып кету керек екен пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам салауатты.